күн балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сөз және оның мағынасы деп аталады. Бүгін ағайын біз бәріміз деген өлеңмен танысамыз. Ең алдымен сіздер бүгін мұғалімнің қолдауымен мәтінде кім немесе не туралы айтылғанын анықтайсыздар және айтылуы мен жазылуы бірдей сөздерді көшіріп жазатын боласыздар. Алдымен сөздің зат немесе құбылыстың атауы екенін біліп алыңыздар, еске түсіріп алыңыздар. Сөз заттың немесе құбылыстың атауы. Енді сөздің үш түрі бар. Мағынасы қарама-қарсы сөздер, мағынасы бір-біріне жуық сөздер және дыбысталуы бірдей болғанмен әртүрлі мағына беретін сөздер бар екенін сіздер білесіздер. Енді мысалдар келтіріп көрейік. Мағынасы қарама-қарсы сөздерге мысал: ақ, қара, ұзын, қысқа, жуан, жіңішке, батыр, қорқақ. Ал мағынасы бір-біріне жуық сөздер: әдемі, көрікті, батыр, ер, әдепті, тәртіпті, алыс, қашық. Ал дыбысталуы бірдей болғанмен әртүрлі мағына беретін сөздер бар. Ол жүз, үй, қой, алма. Осы сөздер сіздер сабақ барысында үйренетін боласыздар. Бүгін сіздер көбірек мағынасы бір-біріне жуық сөздермен жұмыс жасайсыздар. Алдымен Әнуарбек Дүйсенбиев ағамыздың «Ағайын біз бәріміз» деген өлеңін жақсылап тыңдайық. Жақсылыққа, бақытқа талпынған әр уақытта, бала біткен дос бауыр, болмасын еш тосқауыл. Ақпыз, қара, сарымыз, ағайын біз бәріміз. Ортақ болсын асқар тау, жеміс толы бақша бау. Болсын жер мен суда ортақ, болсын бізге туда ортақ. Ақпыз, қара, сарымыз, ағайын біз бәріміз. Балалар, осы өлеңді мәнерлеп оқып, жаттап алуға тырысыңыздар. Енді Әнуарбек Дүйсенбиев ағаларың ақын, аудармашы екен. Ол 1931 жылы Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарақыстақ ауылында дүниеге келген екен. Ұзақ жылдар Балдырған деген өздеріңіздің сүйікті журналдарыңызда қызмет еткен ағаларың екен. Енді осы ағаларыңның өлеңін мына бейне жазбаны кідіріске қойып, тағы да бір рет дауыстап оқып шығыңдар. Сосын өлеңде не туралы айтылғанын байқаңдар. Осы өлеңде дос, ағайын деген сөздерді тағы да қалай айтсақ болады? Осы дос деген сөзге мағынасы жақын тағы да бір сөзді айтып көріңізші. Өте жақсы. Дос дегенді жолдас деп айтуға болады. Ағайын дегенді тумалас деуге болады. Және мына сілтеме арқылы Қарлығаштар әнін шырқап, сергітіп алыңыздар денелеріңізді. Сосын дәптерді ашып, тосқауыл деген сөзді, әдепті деген сөзді көркем етіп жазамыз. Тосқауыл деген сөздің мағынасын қараңыздар. Мысалы, волейбол ойнап жатқанда допты қайтару үшін біз тосқауыл қоямыз. Осы кедергі деген сөз ғой. Ал әдепті деген сөздің міне көрінісі. Әдепті балалар өзінің төсегін жинайды, жатқан жерін жинайды, шаңын сүртеді бөлмесінің, анасына көмектеседі, әкесіне көмектеседі, үлкендерге көмектеседі әдепті балалар. Көркем етіп жазып болсақ, келесі жаттығуға өтеміз. Екінші жаттығуда көп нүктенің орнына берілген сөздердің мағынасы жақын сөздерін тауып жазыңдар дейді. Мысалы, сәлемдесу деген сөзді тағы да қалай айтуға болады? Ұстаз, әдемі деген сөздерді қалай айтуға болады? Тауып көрейік, иә балалар? Сәлемдесу немесе амандасу десек те болады. Ұстазды мұғалім деп те атаймыз. Әдемі дегенді көрікті деген сөзбен ауыстыруға болады. Алыс деген сөзді ұзақ деген сөзбен ауыстыруға болады. Жылы, ыстық, жылдам, тез. Жылы деген сөзді қоңыржай деп те айтамыз. Келесі жаттығу. Мына кеменің желкендерінде үш сөз тұр екен. Ол сөздің мағынасы жақын сөздерін тауып жазып көреміз. Енді өздеріңізге орындауға арналған тапсырма. Сіздер ұқыпты деген сөзді, ұқыпты оқушы, сол ұқыпты оқушыны тағы да қалай айтуға болады? Өте тамаша. Енді қараңыздар, мына жерде сөздерді мұқият оқимыз, сосын өсу ретімен санмен жазып көрсетеміз. Мысалы, мата, мақта, жіп. Жіп болу үшін ең алдымен жіп болады ма, жоқ, мата болады ма, немесе мақта болады ма бірінші? Май, сүт, қаймақ. Қайсысы бірінші? Ретімен айтып көрейік.
Жаз, қыс, көктем, күз деген 4 мезгіл берілген. Бірінші қай мезгіл, екінші қай мезгіл, үшінші және төртінші қай мезгіл болатынын айтып көріңіздер. Енді нөмірлейміз. Ең алдымен мақта егіледі, мақтадан жіп жасалады, жіптен мата тоқылады. Сосын ең алдымен сүтті сауып аламыз, сүтті шайқап май шығарамыз, майдан қаймақ аламыз. Ал енді жыл мезгілдері бірінші көктем келеді, көктемнен кейін жаз, жаздан кейін күз, күзден кейін қыс келетінін сіздер жақсы білесіздер. Сонымен бүгінгі сабақта біз өлеңді оқыдық, өлеңнің не туралы екенін анықтадық, сосын айтылуы мен жазылуы бірдей және мағынасы жуық сөздерді жазып таныстық. Сіздермен болған Гүлзина Жақсылық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.